балалы болуға Алланың қалауымен 1%-пен де бала болу мүмкіндігі бар екен. Оған айтатын жағдай менің өзімнің практикамда 1%-пен балалы болған жігіт бар. Осы жігіттің енді бірнеше адагеттері бар. Осы тарих айтып кетсем, емделуге жаздың күні келеді, бала жоқ, 2-3 жыл болды, үйленгелі не істейміз, ұрық пайызы төмен 0 болып тұр, не істейміз, 1-2% көтеріле қатысып кетеді дейді. Әрекет етіп жаңағы ем алды, бір 5-6 айда емделген сияқты, по-моему, бір 1 миллион, 2 миллион қаражат кетті. Күндердің бір күні енді анализ тапсырады, көрсетіп, 1-2 показатель көрсетіп тұр, 1-2% көрсетіп тұр, басқа процент жоқ. Енді әрине ренжиді бұл жерде. Не істеймін, әліме қаржым кетіп қалды, емделдім, немене бәле, нәтиже жоқ, сен емделдің ғой деген сияқты сұрақ қойып отыр да. Соны қараймын, бауырым деймін да, бұл жерде Алла Тағала сенің қалтаңнан қанша ақша шығару екенін мен білмеймін. Миллион кете ма, миллиард кете ма, біз әрекетін істейміз. Сенен әрекет, бізден әрекет. Ол дәрігерлердің бәріне ойбай гарантия, адам ғой ол. Алла емес қой. Алла Тағала дәрігер арқылы бере ма сізге балалы болу? Мүмкін басқа дәрі арқылы бере ма, может басқа нәрсе арқылы бере ма, оны білмейміз. Әрине біз ертең не болып кететінімізді білмейміз. Өйткені бәрі Алланың қолындағы нәрсе. Әрекет еткен адамға Алла Тағала әрқашанда 1% болмаса да беріп жатыр. Сол жерде мен де қандай сұрақ қойдым да, енді сенің бұл жердегі ниетің не? Бұл жердегі ниетің сенің дүние болып кетті ма? Ақшам кетіп қалды деп, ақшаны емденіп алу болып жатыр ма сен? Дүниені емденіп болып тұр ғой. Ал сенің ниетің балалы болу ма, жоқ ақшалы болу ма? Бұл жерде осыны шешіп алайық та бірінші. Біз көп жағдайда ниетті дүниеге бұрып жүреміз да, балалы болу үшін, ойбай ақша болмаса, бала жоқ деген сияқты. Әрине, әрекет етесің, бұл саған қанша теңгеден, қанша миллионнан балалы болу мүмкіндігі беріп тұр. Мысалы, біреуге эко арқылы беріп тұр, біреуге табиғи жолға қаншама әрекет жасағаннан кейін беріп тұр, біреуге жеңіл беріп тұр да. Бұл жерде ниетті түзейтін болсақ, Алладан сұрайтын болсақ, әрине балалы болу мүмкіндігі бар. Мен өзім шаңғалдым. Алла құдіретті, Алла екен ғой. Қарашы, 1%-пен де Алла Тағала бала болғызып жатыр. Өйткені 99%-пен жүрген еркектің әйелінде бала болмай жатыр. Енді қараңызшы, қандай Алла Тағаланың мейірімі шексіз. Бұл жердегі ниетті түзейтін болсақ, Алла әрқашанда ниетке байланысты береді. Біздің көп жағдайда өкінішке орай ойлаймыз, дәрігерлердің бәрі ойбай бүйтіп жүріп. Алланың қалауымен, экомен істеп бала болмай жатқан адамдар қаншама. Эко сап жатыр, бірақ түсіп қалып жатыр. Қанша миллион ақша кетіп жатыр, 5 миллион кетті, 10 миллион кетті жатқан адамдар бар. Бірақ бала болу мүмкіндігі жоқ. Осыған байланысты менің де тағы бір практикамда жағдай болды. Енді 2-3 баласы бар, тағы да балалы болу мүмкіндігін тексеріп алса, ішінде бірақ эмбрион ғана қалған ғой. Негізі эконы 2-3 эмбрион салу арқылы эко жасайды екен. Біреу өліп қалатын болса, екеуі енді заживить етіп қалпына келеді деп. Өкінішке орай бірақ эмбрионды салуға келіскен. Өйткені айтқан дәрігер, мынау өліп қалса ары қарай эмбрион жоқ деп. Енді бәрі Алла көрсетеді. Егер де күйік біткен жағдай болса, бізге бала керек. Бізге ол ақша күйе ме, басқа ма, біз осы Аллаға сенеміз деп тәуекелге барған ғой. Әрқашан рискке барған адамға Алла Тағала ол дүниені де береді, басқаны да береді. Сол арқылы бұлар рискке барғаннан кейін Алла бұлардың дұғасын қабыл етіп, эко арқылы балалы болуға мүмкіндік ашты. Яғни эмбрион заживать етіп, бала өсіп, қазір ол кісі 2 қабат. Әрине осы жағдайға байланысты айта кететін жағдайлар өте көп. Біз ниетті түземей ешқандай нәтиже алмаймыз. Біздің де ниетіміз не? Дәрігердің, пациенттің дұрыс жазылып кетуі. Ары қарай дүниені Алла Тағала алып келеді ғой. Қалай жақтан келетінін, Алла Тағала ризықты қайдан беретінін біз білмейміз. Бірақ әрекетіміз, ниетіміз осы дұрыс болатын болса, көп халықтың көруіне себепкер болсақ, көп адамның балалы болуына себепкер болатын болсақ, Алла Тағала ол қай жақтан болса да ризықты арттырып қояды. Сол себепті достар, айтатын кететін жағдай, әрине практикадан кездесетін жағдай, ол бірінші ниетіміз түзу болса, ниетіміз қандай болады, соған байланысты Алла Тағала береді. Амандықта жүрсек, өйткені біздің тілеген дұға тілегімізді Аллаға қағаз етеді. Нәтиже тек қана Алладан. Әрекетке берекет, әрекет сізден де, бізден де, бірақ нәтижені Алладан күтіңіз. Олай болса, адамдарға ренжудің қажеті жоқ. Өзіңізге ренжудің қажеті жоқ. Өйткені тек қана Алладан сұрау керек. Біз адамдарға ренжіп, өкінішке орай көңілімізді бұзып жатамыз, депрессия түсіп жатамыз, дүние күйіп кетті, үйтіп жатты, бүйтіп жатты. Бірақ ол дүниеде бізде кімдікіміз? Әрине Алланыкіміз. Әрқашанда Аллаға сеніп, әрқашан Алладан сұрайық. Аман сау болайық.